отырған кезде 90 градусқа дейін отыру керек болады. 90 градус деген міне осыған дейін жетіп отырсаңыздар болады. Және жаңадан бастап жүрсеңіздер 90 градусқа жетпей отырсаңыздар да болады. Және мына тізе алға қарай кетпеу керек. Мына аяқтың басынан ары қарай шығып кетпеу керек. Отырған кезде тас самбо суреттеріңізбен отырған кезде тізе сәл артқа қарай кететін болады. Енді аяқтарыңызды иықтың тұсымен ұстап алыңыздар. Және аяқтың басын екі жаққа қарай ашыңыз. Тізе үлкен бішпайға қарай бағытталу керек. Және отырған кезде қолдарыңызды түрлі осылай ұстасаңыз болады, былай ұстасаңыз болады, немесе былай ұстасаңыз болады. Отырған кезде арқаларыңызды да өте тік ұстау маңызды. Осылай 90 градусқа дейін отырған кезде тізе былай ішке қарай кетпеу керек, сыртқа қарай кету керек.